Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестерім? Мен Эдуард Черникелмін. Қазақстанда Семей облысы Үржар ауылында дүниеге келдім. Онда 20 жыл тұрдым. 40 жыл болды Қазақстаннан кеткеніме. Қазір Германияда тұрамын. Бірақ туған жерім Қазақстанның Үржарым ешқашан ұмытпаймын. Ол менен жүрегімде қалды. Жүзімден мен неміспін. Жүрегімде мен әлі қазақпын. Ата-аналарым қиын соғыс жолдарда көрсеткен көмегі үшін қазақтарға дән риза болды. Мен әке туралы әдеме қазақша инде айтқым келеді. Оны менің бала кезімнен есіме сақтадым. Рұқсат па? Көп рахмет. Жас едім, өмірге ерген ойламаған, күн ертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқорегей қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқорегей қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасын. Арманың асқарына құлаш ұрсам, алдыңда асқар тау боп сен тұрасың. Арманың асқарына құлаш ұрсам, алдыңда асқар тау боп сен тұрасың. Мен өзіңнің арнасымын, кім болдым болса соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер акетайым, мен сені өмірімнің жалғасымын. Қуан сен, қуана бер акетайым, мен сені өмірімнің жалғасымын. Қуан сен, қуана бер акетайым,